жақсы. Біз бүгін сіздермен бірге келесі кезекті сабағымызды бастаймыз. Кім сабаққа қатысып отыр? Плюс белгісін қойып өтсеңіздер. Бізде қазірше 22 оқушы екен. Қалған оқушыларды сабақ барысында сынып старостасы түгендеп айтамыз. Жақсы. Ендеше өткен сабақ бойынша үйге берілген тапсырма өткен сабақ бойынша бір қайталап алайық. Ақылшы болса кім жақын? Бауырмал болса кім жақын? Бірінші азат жолды экраннан көріп тұрсаңыздар, қарап алыңыздар. Енді осыны біз қазір Padlet тақтасында есімізге түсіріп жаза қояйық. Оң жақта плюс деген батырма тұр. Сол плюс батырмасын бассаңыз, сіздің жауабыңыз. Жақсы. Онда кірген оқушылардан сұрап шығайық, кім кіріп жатыр? Апай, мен де зарегистрировать ете алмадым да. Сосын тек қана сіздің берген ссылкаңыз бойынша кірді, менде кіріліп тұр бәрібір. О, жақсы, жақсы. Ондай болса жаза қояйық, Апай, жалғыз менде ғана кірмей жатыр, не істеймін? Сіз онда қоя тұрыңыз, басқалардың жауабын қарайық. Менде де кірмей жатыр. Ақылшы болса, ендеше бұлай, кім кірмеді, қоя тұрайық, кірген оқушылардың жауабын көрейік. Ақылшы болса, кім жақын, қысқартып жаза берсеңіз болады, Padletте. Ақылшы болса, кім жақын? Бауырмал болса, кім жақын? Қысқарта салыңыз, апайың деген сияқты. Бауырмал болса, кім жақын? Екінші. Үшінші. Инабатты болса, кім жақын? Дұрыс, Айсұлу солай жаза беріңіз. Инабатты болса, кім жақын? Қимас жақын, сыбайлас, адал болса. Қимас жақын. Кім екен? Қимас жақын. Адал болса, кім жақын? Сыбайлас болса, кім жақын? Сыбайлас болса, кім жақын? Еркелейтін кім жақын? Өз ұрпағың кім жақын? Жан серігің кім жақын? Еркелейтін кім жақын? Өз ұрпағың кім жақын? Жақсы, Әлия, жауабыңыз. Апай, инабатты деген Инабатты болса, кім жақын? Қимас жақының кім? Сыбайласың кім? Адал болса кім? Жас серігің, жан жолдасың кім жақын дейді. Ең соңында. Жан серігің жас кезіңнен. Жақсы, жақсы. Адал болса досың жақын, сыбайлас болса нағашың жақын. Бәрінен де жан күніңнен, кешіріңіздер, қайта. Жас күніңнен жан серігің болған. Адал, жарың, жақын деп бізге ең жақсы жақын адамдарды атап өткен екен. Мінеке балалар, біз қаншама оқушының жауабын көріп тұрмыз. Және кімнің қалай жазған. Рахмет, Әлия, Дария, Айсұлу, жауаптарыңызға. Әлима, жауаптарыңызға рахмет. Жақсы, осымен үй тапсырмасын қайталауды тоқтатамыз.
ендеше ақылшы болса апайың жақын, бауырмал болса інің жақын, инабатты болса келінің жақын, сыбайлас болса нағашың жақын дейді. Ал нағашы деген кім екен оқушылар? Нағашы деген ол біздің, былай айтқанда, менің мамамның туыстары маған нағашы. Анаң жақтан туыстар. Ана жақтан туысқандар Ана нағашы. жақтан туыстар. Нағашы сізге не беруге міндетті? Ештеңке міндетті емес па? Кімнің есінде бар? Кімнің үйі дәстүр сақтайды екен? Сұрағын қайтара бересіз ба? Нағашы бізге не беруге міндетті? Қырық серкеш, жиен құрық дегенді естігендерің бар ма? Жоқ апай. Жоқ апай. Сіздер ма? Жиен құрық, қырық серкеш дегенді естімеппіз, оқушылар. Ондай болса, ендеше тақтадағы жазбаны Айсұлу оқып жүріңізші. Орнына сөздер халқымыздың тамыры тереңге кеткен, тарихымен бірге жалғасып келе жатқан рухани байлықтарының бірі отбасы құндылықтары. Қазақ отбасында нағашының орны бөлек. Әзілі жарасқан жиен қашанда нағашы жағынан қырық серкеш даулаумен болады. Нағашылары оған кетер демейді. Керісінше оның талабын құп алып тауын қайтармайды. Жиенің өз қолынан үйлендіріп, басына ота тігіп, алдына мал салып берген нағашылар да баршылық. Бұл әркімнен хал ахуалына қарай орындалатын дәстүрлі сыйлық. Егер нағашының қолы қысқа болып, жиенінің байлығын артып жатса, жаңағы сыйлықтың керісінше жүретін кезде болады. Осындай туыстар арасындағы сыйластыққа, бауырмалдылыққа құрылған әдемі дәстүріміз бар. Жақсы. Ендеше жиен құрық дейді, немесе қырық серкеш дейді. Нағашыларыңыз бай болса, қырық серкешіңізді даулап, маған бер деуге болады екен, Сіздің маған беруге тиісті қырық серкешіңіздің мынау біреуі деп бір қалаған затыңызды сұрап алсаңыз жарасады екен. Жақсы, ондай болса балалар, біз бөлім Үшқұройдың байламы деген бөлімді жалғастырамыз. Тақырыбымыз шешеннің сөзі саф алтын. Бүгінгі мақсатымыз отбасылық тұрғысынан талдап әдеби эссе жазамыз. Бұл шығармашылықтың жоғары деңгейі, бағалау және синтез. Енді сіздер жаңағы отбасылық құндылықтар жайында қысқаша мәлімет білдіңіздер, сол қаз дауысты Қазыбек бидің айтқаны бар қой. Бауырмал болса, інің жақын, инабатты болса, келінің жақын, сыбайлас болса, нағашың жақын деген, Сол сыбайлас дегенді қалай түсінесіздер? Сыбайлас бірге. Дұрыс айтасыз. Сенімен бірге. Біздің затымызда бізді қолдайтын адам. Өте жақсы, тамаша жауап. Біздің жанымызға жақын, бізді қолдайтын адам. Ендеше, сіздерге Google формада құжат жібердім. Сол бойынша, Google Docs. Google Docs 11-ден 20 кеткенде сіздерге жіберіп қойдым. Осы құжатты басамызда біз форманы толтырамыз. Яғни сыбайлас болса нағашың жақын деген әдеби эссе жазамыз. Әдеби эссе дегеніміз не? Қазір кешіріңіздер. Әдеби эссе. Тағы да сіздерге жіберейін. Әдеби эссе кім табылмай жатыр? Жібердім. Осыған кіріп, әдеби эссені жазамыз. Әдеби эссе деген не? Ол үшін бізде сайт бар ғой. Сонда әдеби эссенің қысқаша түсініктемесі беріліп тұр. Бұл сіздің субъективті пікіріңіз, көзқарасыңыз бен ойыңызды еркін түрде жазатын әдеби жанр. Берілген тақырыпқа талдау жасай отырып, талдау деген не еді? Себеп салдарлық байланысты анықтай отырып, өз көзқарасыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз болады. Апай, Кіріспе негізгі қорытынды бөлім сақталу керек. осы әдеби эссенің несін жариялайсыз, ссылкасын?
Жақсы. Бұл бізде бұл сайттың ссылкасы. Қазір қайтадан жіберемін. Сізде қазақ тілі деген жерде тұр. Болмаса мына жерге жібере салайын, иә? Мен былай жасайын. Скрин жасайын да. Көріп тұр ма? Бізде қазақ тілде сайт тұр ғой, иә? Веб-сайт. Кеше көрген шығарсыздар, сол веб-сайттың ішінде жазылым тапсырмаларының ішінде тұр. Жақсы, бастап 5 минутқа ғана жазайық. 5 минуттық эссе. Содан жеткен жерімізден тоқтаймыз. Әдетте, менің ойымша, біріншіден, екіншіден қорытынды деп жазсаңыз, ыңғайлы болар еді. Апай, менде ресурс недоступен деп тұр. Google Docs'та ма? Иә. Қайтадан басыңыз, балалар шығу керек. Сіз Gmail, сіз соткамен кіріп отырған жоқсыз ба? Телефонмен, Бауыржан? Жоқ, компьютермен. Барлығымызда ашылып тұр ма? Иә, Ашылды. Менде Сізде ашылып тұр. бәрінде ашылып тұр. Апай, сояққа жазайық па, немесе дәптерге ма? Жоқ, осы формаға салыңыз. Google Docs. Бауыржан, енді амалын табыңыз. Я публикация деген жерге жазыңыз. Я дәптерге жазып, суретпен жіберіңіз. Апай, ашылды. Апай, клавиатураны былай жаза берсек бола ма? Орындаңыз, иә. Тапсырманы орындаңыз. Қазақша жоқ болса, бәрібір орналастырыңыз кейіннен. Жақсы? 4 минут уақыт бар. Менің ойымша, біріншіден, екіншіден, Апай, неге менде количество символов не должно превышать нули деп тұр? азат жол шығады ол жерде. Жазылып жатыр ма? Максималды деп берілген ол жерде. Сондықтан максимальный жаза беріңіз. Екі минуттай уақыт бар.
1 минуттай уақыт қалды. Жақсы. Уақыт аяқталуға жақын. Жеткен жерімізден аяқтаймыз, оқушылар. Жеткен жерімізден аяқтаймыз. Енді сабаққа қайтадан оралайық. Кері байланыс. Кері байланысты біз бүгін сіздермен бірге 3Q деп бердік. Bir нәрсе, не нәрсе қиын болды? Так, маған қазір кері байланысты айтатын оқушыны айтып жіберейін. Олжас. Маған бүгін қиындық ештеме тудырмады. Жақсы, тоқтаңыз. Bir нәрсені айта кетейік, ойланып, бір нәрсені айтайық. Бір қызық құнды. Ештеңе деп енді айтпаңыздар болашақта, бір нәрсе болсын, бізге дәлелді түрде болсын. Жақсы, қиын. Енді парлетқа кіру қиын болды. Дұрыс, міне. Әрек дегенде кірдім. Сосын сабақ қызықты өтті. Дәлел. Оған дәлел. Енді жаңағы үй жұмысын қайталағанда бұлай кім бірінші жазады деген сияқты. Дұрыс, осымен қызық болды. Құнды. Не нәрсе құнды екенін білдіңіз? Нағашылардың өзі біздің өмірде құнды екенін түсіндім. Нағашылардың біздер үшін құнды екендігін түсіндіңіз. Тек нағашылардың емес, енді бүкіл туыстардың. Туыстық атаулардың, бүкіл туыстардың. Жақсы, әрқайсының өзінің бір міндеті бар екен, беретін арасында, туыстардың арасында өзінің міндеті бар екендігін түсінсеңіз, бұл сіз үшін құнды нәрсе болды. Рахмет, ондай болса, оқушылар, келесі сабақта біз бөлім бойынша жиынтық бағалауды жүргіземіз. Сондықтан, менің ойымша, біріншіден, екіншіден қорытындылай келе деген формадағы жазба жұмысын сіздер қалыптастырып, кейінгі болатын жұмыстарда осы кіріспе негізгі бөлім сақтай отырып, орындасаңыздар жақсы болатын еді. Бөлім бойынша жиынтық бағалауға дайындалып келіңіздер. Жақсы, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Выйти деп шығуды